Ассалаумағалейкум ардақты әлеумет. Бұл күн тәртібіндегі көкейкесті мәселелер мен түйткілді тақырыптарды талқылайтын жедел желі хабары. Біз бүгін еліміздегі саяси реформалар төңірегінде сұхбат құрамыз. Студия спикерлері Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Сайыров Ерлан Бияхметұлы және Құспан Абзал Темірғалиұлы. Елге қош келдіңіздер. Ең алғашқы сауал Ерлан Бияхметұлы өзіңізге бағытталады. Жалпы былтыр бүкіл халықтық референдумның нәтижесінде қазақстандықтар конституциялық реформаға қолдау білдірді. Оның нақты нәтижелерінің қазірдің өзінде біз көріп отырмыз. Әсіресе мына сайлау үдерісінде оң нәтижелерге қол жеткіздік. Осы төңірегінде тоқталсаңыз. Ең бірінші, мынау билікке келгеннен кейін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда демократия болмай, үдемелі әлеуметтік экономикалық нәтижелерге қол жету мүмкін емес деген болатын. Міне содан бері біздің елімізде жүйелі түрдегі саяси реформалар болып жатыр. Енді оны барлығымыз көріп отырмыз. Ең бірінші конституция қабылданды. Конституцияның ішінен осы жеке басқа табынушылық. Сонымен бірге осы біздің еліміздегі мынау кейбір билік тармақтарының басып кеткен жағының барлығы алынды. Сонымен бірге парламенттің рөлі мен орны бөлек және сонымен бірге қомақланып отырып өсті. Және ең негізгісі осы конституция қабылданғаннан кейін біздің елімізде президент сайлауы болды, парламент сайлауы болды. Міне осы сайлауларда, әсіресе парламент сайлауында мәжіліске, мәслихаттарға барлық жерде мысалы үшін жаңа күштер мен жаңа азаматтар келді. Оның нақты бір үлгісінің бірі осы өздеріңіздің жерлестеріңіз бір мандатты округтен жеңіп шыққан міне Абзал Құспан. Бұл азамат осы өзінің азаматтық позициясын ашық айтатын, Қазақстандағы мынау адам құқы мәселелерін көтеріп жүрген сондай үлкен бір азаматтардың бірі. Енді сонымен бірге біз бүгін өзіміз көріп отырмыз, мына аймақтарда мәслихаттарға да мынау өзінің айтар сөзі бар. Халықтың сөзін ашық жеткізетін азаматтар келіп отыр. Бүгін біз осы Оралға келдік. Оралға келгеннің өзінде осы қаншама азаматтар осы аймақтың әлеуметтік, экономикалық басқа да мәселелерін көтеріп, жаңағы бізге өкіметте мынандай мәселені шешіңіздер, парламентте мынандай мәселені шешіңіздер, өздерінің халықтың мұқтажын айтып жатыр. Сонымен бірге біздің елімізде осы әкімдердің де сайлауы болып жатыр. Осы күнге дейін бүкіл Қазақстан бойынша барлық ауылдардың әкімдерін халық тікелей сайлап алды. Енді биыл қателеспесем 45 ауданның әкімі Қазақстан бойынша пилоттық режимде тікелей сайлау болады. Келесі жылы бүкіл аудан әкімдерінің барлығы сайланады. Яғни Қазақстан перманентті сайлау кезеңіне еніп жатыр. Бұл біздің еліміздегі осы саяси реформацияның жүріп жатқандығын көрсетеді. Яғни халық аудандық, ауылдық, қалалық деңгейде өзінің жаңағы әкімдерін сайлап алды. Сонымен бірге мәслихаттарға жаңа азаматтар келді. Бұның барлығы әрине осы биліктің халыққа жақындап келе жатқанының ашық айғағы болып табылады. Ол өтірік емес, ол бүгін өмірде болып жатқан процесс. Әрине, Ерлан Бияхметұлы, жаңа айттыңыз ғой, супер президенттік басқару жүйесінен бас тартып отырмыз деп. Былайша айтқанда классикалық президенттік басқару моделіне көшіп отырмыз ғой. Президенттің өзі айтатын күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет осы үштаған қалыптасты ма? Әрине, біздің ойымызша, енді бүгін өздеріңізді көріп отырсыздар, мысалы үшін парламентте қандай дискуссиялардың жүріп жатқандығын. Парламентте қазір министрлер кабинетіне, әкімге, құқық қорғау органдарына біздің еліміздегі капиталды қайтару мәселесі бойынша, аймақтардың әлеуметтік экономикалық мәселесі бойынша қаншама сауалдар жолданып, енді жақында кеше ғана бюджет қабылданды. Бюджет қабылданған кезде 2 триллионнан астам осы ақша қайтадан қосымша келіп, бүкіл депутаттар оларды өңірлерге жіберді. Яғни осы мәжілістің пәрмені ол сол жаңағы бюджетті қабылдаудың өзінде де көрініп отыр деген сөз. Әрине қазақтың бір жақсы сөзі бар, көш дүзет сөйлет дейді, жүрет сөйлет дейді. Енді қандай да бір кемшілік болатын болса, ол ертең біз ары қарай жүріп отырған кезде оның бары да жойылатын болады. Бұл өмірдің өзі ол кемшілікпен күрес болып табылады. Сондықтан болашақта да әрине бұл саяси жүйе ары қарай ұштала беретін болады. Енді президент Қасым-Жомарт Кемелұлы жаңа жолдауында нақты айтты. Осыған дейін жүзеге асырылған саяси реформалармен шектеліп қалмай, енді оны жүйелі, түбегейлі әлеуметтік экономикалық реформалармен ұштастыруымыз керек деді. Осы орайда өңірлердің әлеуметтік экономикалық дамуы
Қандай деңгейде, әсіресе баса айтқымыз келіп отырғаны мына шекаралас елді мекендер туралы, шекаралас өңірлер. Өте дұрыс, айтуың өте орынды. Біржан, бұл жерде мына басалып жатқан жұмыстар жергілікті жерде көрініс таппайтын болса, яғни барлығы бір Астананың төңірегінде, мына Алматы сияқты ірі қалалардың деңгейінде ғана ірі жұмыстар атқарылып, ал мына ауыл, аудандарға дейін жетпейтін болса бұл өзгерістер, әрине ол көптеген халықтың бұған деген сенімін туғызбаған болар еді. Осы орайда шекаралас аудандарға қатысты дәл қазір, дәл осы сәтте біз өзімізбен бірге спикер қылып, мына Ерлан Бахметұлының келгендігін пайдаланып отырмыз. Өйткені Ерлан ағамыздың осы мәселеде тікелей айтып қана қоймай, нәтижеге қол жеткізген жұмысы бар. Ол бәріміз білеміз, биылғы жылы мынау Түркістанда болған үлкен жиында, құрылтайда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Шығыс Қазақстан облысындағы бірнеше ауданды қайтадан ашу туралы кезінде тарап кеткен аудандарды. Соны президент өз аузынан айтылып, өзі тапсырма берген болатын. Міне осы жұмыстың басы қасынан кезінде, осы депутат кезінде, осы депутат Ерлан Бахметұлының осы бастамасы. Бізде де шекаралық аудандар өзімізге белгілі. Бір емес, бірнеше ауданымыз мынау Ресей Федерациясымен шекарада орналасқан. Оның ішінде Бөкейорда, Жәнібек, Қазталов аудандары енді шыны керек өте алыста, 600 километр жер, жол жоқ, және көптеген түйткілді шешілмеген мәселелер бар. Соның ішінде мына Қазталов аудан тарап кеткен аудандардың бірі, екіге бөлініп. Бұл жерде ауданды қайтадан қалпына келтіру деген мәселе. Барлығы күн тәртібінде қазір мен енді осы биылғы сайлауда көзім жетті. Елдің, халықтың кәдімгі мұңы зары ол жергілікті жердегі. Міне осы мәселелерді шешуге келетін болсақ, Ерлан Бахметұлының тәжірибесі, өйткені енді біздің алдымыздағы первопроходец сияқты алғашқы жолды өтіп келген адам ғой. Сол себепті Ерекеңде бұл туралы бір-екі ауыз өзінің пікірін айтсам, қалай қол жеткізуге болады, қандай заңнамаларға, қандай деңгейде мәселе көтеру керек? Әрине, мәжіліс қабырғасында Ерлан Бахметұлының дүркін көтергенін бізде куә болып естіп көріп отырмыз. Дегенмен өз аузыңыздан тағы бір. Шекаралық аудандар егер жабылып қалған болса, олар ашылу керек. Өйткені Қазақстанның территориясы өте үлкен, халқының саны аз. Мынау халықты біркелкі орналастырып тұру үшін бізге аудандық статус дәл сол шекаралық аудандарда болу керек. Бұл мәселені біз ары қарай зерттеуіміз керек, қарастыруымыз керек, және қоғамдық деңгейде, мәжілістік деңгейде бұл мәселені ары қарай көтеретін боламыз. Енді қазір мен мынау осы биліктің, өкіметтің осы шекаралық аудандар дамыту жөніндегі нақты жоспар жөнінде біраз айтып өтейін. Осы президент Тоқаев өзі тапсырма бергеннен кейін шекаралық аудандарды дамыту жөнінде өкімет Қазақстанның территорияларын дамыту жөніндегі бағдарламаның ішіне осы шекаралық аудандар дамыту жөніндегі жаңа үлкен бір бап енгізді. Сол баптың ішінде шекаралық ауданның мынау бюджет қызметкерлерінің жаңағы жалақысына үстеме қосу қарастырылған. Сонымен бірге шекаралық аудандарға Қазақстанның даму институттарын, бәйтерек басқа да мемлекеттік даму институттарын әкелу үшін жағдай қарастырылған, және шекаралық аудандарда үй салған азаматтарға жеңілдік жасау, үй салған бизнесмендерге жеңілдік жасау, және шекаралық аудандардың халқына мынау гранттардың санын көбейту. Яғни кіші бизнеске айналысу үшін гранттардың санын көбейту, және микрокредиттердің санын көбейтудің барлығы қарастырылған. Бұл біздің бюджетіміздің осы 2024 жылдан бастап басталады. Қазір шекаралық аудандардың халқы міне осы бүкіл үлготтардың барлығына ие болып жұмыс істеу керек. Яғни біз қазір ол азаматтарды құлақтандырып отырмыз. Міне қазірден бастап міне осындай мәселелерді сіздер өздеріңіз анау әкімшіліктің алдына айтыңыздар деп. Бұл өкіметтің қабылданған постановлениесі, ол қазір ЕГО өкіметте тұр. Ал енді шекаралық аудандарға нақты келетін болсақ, енді бүгіннен бастап жұртшылық оның барлығын бізге айтып жатыр. Менің ойымша бұл дұрыс көтерілген мәселе. Яғни біз осы әрбір аймақта территорияны дамытудың перспективасына болашақта осыны енгізуіміз керек. Ол үшін қоғамдық пікір қалыптастырып, мәжілісте, өкіметте бұл мәселені жүйелі түрде көтеріп отыру керек. Онан кейін менің ойымша біздің еліміздегі бюджет көбейген сайын бұл мәселелерді шешу оңай болады. Өйткені ол ауданды ашу дегеніміз ол бюджетке байланысты. Енді
Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 264 миллиард долларға жетті. Біздің бюджетіміз қазір 50 миллиард доллар. Негізінде 264 миллиард ішкі жалпы өнім болған кезде мемлекеттің бюджеті 80 миллиардқа жету керек. Мысалы үшін Чехияның бюджеті 80 миллиард доллар. Міне біз қазір осы бюджетті кеңейтудің резервтерін табатын болсақ, онда ертең осы жаңағы бюджеттің біразын сол аудандарды дамытуға жіберуге болады. Бұл өзі солай бір-бірімен байланысты мәселе. Сондықтан біз қолдаймыз, әбеке. Бұл мәселені біз қолдаймыз және ары қарай бірге айналысатын боламыз. Сөзіңіз аузыңызда, Ерлан Бекметұлы, осы биылғы жылы сайлауда жүрген кезімізде Бөкейорда ауданы, ол да жаңа шекаралық ауданға жатады. Бисен ауылдық округінен болу керек, қателеспесем, бір ауылдағы мынау толық мектептің жаңағыдай бала санына жетпеуіне байланысты, жаңағыдай орташа мектепке ауыстыруға байланысты жергілікті халықтың бір назы айтылып еді. Енді осыған байланысты мен бір сұрақты қоя кетейінші. Бөкейордалықтар үшін бұл маңызды деп есептеймін. Жалпы осы жаңа айтылып жатқан іс-шаралардың барлығы сол шекара маңындағы аудандарда халықты тұрақтандыру үшін істеліп жатқан шаралар. Ал осы жерде жаңағыдай мынау өзіңіз білесіз, жаңағыдай ауылдағы аурухана, болмаса жаңағыдай мектеп сияқты әлеуметтік нысандарды сақтап қалу үшін белгілі бір адамдар саны туралы талап бар. Осы қолданыла ма? Осыған байланысты шектеу бар ма? Қатып қалған стандарттар бар, соның кесірінен. Бұл негізінде осы мынау шекаралық аудандар дамыту жөніндегі бағдарламаның пайда болуына байланысты. Негізінде сол ауылдарға қазір көмек барудың жолы үлкен. Бірақ дегенмен де осы біздің өкіметте мынау законодательный акттер өте көп. Подзаконный. Солардың олардың көбі осы негізінде кей кездері қарасаң заңнан да күшті болып тұрады. Міне осындай подзаконный актілердің барлығын біз өзгертуіміз керек. Әсіресе мынау шекаралық аудандардың инфрақұрылымын дамытуға байланысты. Ол шекаралық аудандардағы ауыл ел бесігі бағдарламасының іс жүзіне асуына байланысты көптеген шектеулерді алып тастау керек. Өйткені ол жаққа инфрақұрылым бармаса, ол жаққа қаржы бармаса, халық қалай ол жақта өмір сүреді? Әрине, енді қайткен күнде де осы мына шекаралас аудандардың әлеуметтік экономикалық ахуалын дамытуды көздейтін жаңағы бап тармақ, бұл 8-ші шақырылған парламент мәжілісі жұмысының жемісі деп айтуға толық негіз бар ғой? Енді жалпы депутаттық корпустың белсенді екенін көріп куә болып отырмыз ғой. Бірталай заң жобаларын қарастырдыңыздар, оның бірнешеуіне тіпті өздеріңіз бастамашы болып, өздеріңіз дайындадыңыздар. Қоғамдық бақылау туралы Абзал осы капиталды қайтару жөніндегі заңның авторларының бірі. Әрине, біз бұл тақырыпта Абзал Темірғалиұлымен сұхбаттастық. Енді мына қоғамдық бақылау туралы заңға қол қойды президент. Бұл жерде енді жұмыс тобының басшысы мен болдым. Бұл заңның ең негізгі ерекшелігі осы халықтың мына билікті атқарудағы өзінің ең негізгі рөлі ол президентті және парламентті сайлап алу. Ал енді осы қазіргі қоғамдық бақылау туралы заң ол халықтың осы билікке тікелей араласуының механизмі. Яғни, мысалы үшінге ауылдық, аудандық деңгейде осы бюджеттен бөлінген қаражатқа жаңағы мектеп салынады, больница салынады, соның сапасына бір жаңағы күмән болатын болса, немесе жолдың сапасына күмән болатын болса, анау мектептердің жұмысына белгілі бір күмән болатын болса, азаматтар өздері бірігіп 5 адам. Ол осындай барлық мәселе бойынша солың басшысына біз ертең қоғамдық бақылаумен кіреміз, міне осындай мәселені тексереміз деп арыз жазып, олар кіреді. Және қандай да болмасын мемлекеттік органның басшылары оларға қарсы шығуға ешқандай құқы жоқ. Егер қарсы шығатын болса, олар сот арқылы жеңіп алатын болады. Сонымен бірге осы жергілікті бюджетті бақылау мәселесі. Енді ең негізгісі сол ғой. Әрине. Азаматтардың жергілікті бюджетті бақылау. Бюджет участие деген бар. Яғни мынау бюджеттің белгілі бір шегін азаматтар өздері қалыптастыруына болады. Халық қатысатын бюджет дейсіз ғой. Ерлан Бекметұлы, тағы бір ерекше тұс, мына петиция жариялау тетіктері заңмен шегеленді ғой. Осыған тоқталсаңыз. Петиция енді біріншіден аудандық, қалалық, облыстық деңгейдегі маңызы бар петициялар. Олардың әрқайсысының өзінің градациясы бар. Осы мынау күйіп тұрған экология мәселесі, әлеуметтік мәселелер бойынша жаңағы петиция жариялауға халықтың құқы бар. Енді біз унитарлы мемлекетпіз. Сонымен бірге геосаяси жағдай өте күрделі. Сондықтан әрине белгілі бір шектеулер бар. Ол территория тұтастығына байланысты,
ол Қазақстанның біртұтастығына байланысты деген сияқты белгілі бір арнайы платформа қалыптасады ғой, арнайы интернет платформа. Ал платформа. енді осы петиция бойынша мынау ақпарат министрлігінің жанынан арнайы платформа болады, сол жерде барлығы іс жүзіне асатын болады. Енді осы бүгінгі жұмыс сапарыңызда бірқатар алпауыт компаниялардың жұмысына зер салып сын садағына іліктірдіңіздер. Енді осы жерде тағы бір қоғамдық бақылау туралы заңмен ұштасатын бір тұсы бар. Қоғамдық бақылау нысаны ретінде бұрын көп адамдардың тісі бата бермейтін, мысалы Самұрық-Қазына, ұлттық әл-ауқат қоры мен оған еншілес компаниялар айқындалды. Солай ғой? Самұрық компаниясының бюджеттен бөлінетін қаржысы, сонымен бірге Назарбаев интеллектуалды мектептер және Назарбаев университет және ең негізгісі мынау әскери жаңағы частардың барлығына қоғамдық бақылау енгізіледі. Бұрын мысалы үшін Самұрық-Қазынаға азаматтар кіре алмайтын мынау Назарбаев интеллектуалды мектептер мен университет қоғамдық бақылаудың сыртында болған. Бұның барлығы әрине мына халықтың жаңағы соған араласуын арттыратын болады. Абзал Темірғалиұлы, өзіңізде сұхбатқа аралассаңыз, енді үнемі осы жедел желі тікелей эфир арқылы өзіңіз онлайн қосылып, жерлестеріңізбен, сайлаушыларыңызбен тұрақты байланыс орнатып отырсыз. Тағы да өңірдегі қандай күн тәртібінде күйіп тұрған мәселелерді атап өтер едіңіз? Бұл жерде енді биылғы жылы бәрімізді де қатты алаңдатқан, толқытқан мәселенің бірі мынау киікке қатысты мәселе ғой. Иә. Бірден айта кетейін, біз әу баста енді осы киіктің басын реттеу туралы мәселені қолдаушылар жағында болдық, бірақ біз мәселені жаңағыдай тек қана бір жақты түрде санын кеміту, қандай жолмен болса да кеміту керек деген позицияны ұстанған жоқпыз. Қазіргі таңда мына өкінішке қарай сол жап-жақсы бастаманың арты осындай бір қоғам тарапынан бір керісінше бір реакция туғызып жатқанына куә болып отырмыз. Өйткені мынау бұл мәселені және біз уақытында қауіп қылып айтқан болатынбыз. 25-ші, 26-ші, 27-ші мамыр күндері Астана қаласында осы мынау Біріккен ұлттар ұйымының сарапшы мамандарының барлығы осы Батыс Қазақстан даласын аралап келіп, көздерімен көріп, Астанада жиналыс өткізді, жиын өткізді. Сол кезде бастан-аяқ қатыстық. Сол жерде мынау аңшылар және балықшылар қоғамының өкілдері де қатысты. Осы жақсы жаңағыдай осы киік санын шектеуге кімдер қатысады деген кезде олар бұны лицензия арқылы жеке мынау аңшыларға беру керек деген бастаманы көтерді. Мен осыған басынан бастап, мен ғана емес, осы Оралдан келген біраз азаматтар, ғалымдар қарсы шықтық. Неге? Неге десеңіз, бізде мынау СССР кезінен бері қалыптасқан тәжірибеміз бар еді. Ол кезде Охотзоопром деген мекеме, мемлекеттік мекеме, ол осы жаңағыдай процестерді бірден бір бақылайтын орган болды. Және әйтеуір бір жауап беретін нақты бір мекеме болды. Соны әрі қарай жалғастырайық дедік. Ол кезде сонда жұмыс жасаған азаматтар бар. Олардың жұмысының тәжірибесі бар. Ол адамдар сол ауылда тұрып отыр. Мысалы үшін біз Жаңақал ауданында Тыныштық деген үлкен ағамыз бар. Қазір зейнет жасында сол Охотзоопромда басынан бастап аяғына дейін істеген адам ол кісі. Ол кісі қалай істейтінін бәрін әңгімелеп түсіндіріп берді. Енді ол жерде мәселе мынада ғой. Көпшілігі мына шешім қабылдап жүрген кезде, мынау министрліктер тарапынан дұрыс қате шешім қабылданғандағы сол жаңағыдай кәсіпкерлікті қолдау деген желеумен баяғы ұранмен мынау жеке кәсіпкерлерге беріп қойды осы мүмкіндікті. Атырау облысынан келіп, басқа да жақтардан келіп, кім көрінген жаңағыдай осы мәселемен айналысып кетті. Қазіргі таңда енді қандай нәтижеге қол жеткізіп отырмыз? Біріншіден, киіктеріміз енді кейбір деректер бойынша басқа облысқа, кейбір деректер бойынша тіпті Ресей Федерациясы шекарасына пытырап кетті деп жатыр. Өйткені жан-жақтан адамдар келіп, оларда белгілі бір жүйе жоқ, белгілі бір тәртіп жоқ. Әркім киікті жан-жақтан атқасын, сондай жағдайға ұшырады. Бір. Екіншіден, халықтың, елдің, тағы да қоғамның наразылығына ұшырап отырмыз. Жаңа олар қалай болса сойып, кейбіреулер тек қана мынау дериваттарын ғана кесіп алып, қалған шиқ-қарын бәрін ақтарып, балаға қалай болса солай лақтырып кеткен. Енді кейбіреулері көлікке ашық түрде тиеп алып, тіпті Астанаға апара жатқан жерден май қызметкерлері тоқтатып жатыр жолда. Ал оның жаңағыдай ешқандай бір санитарлық талаптары қайда? Міне көрдіңіз бе? Осы қауіп қылып айттық, осы нәрсеміз біздің құлаққа асылмады. Ал нәтижесінде тағы да бір осындай жүйесіздікке тап болып отырмыз. Бірақ әр нәрсе енді басталды ғой. Бұл жерде мына осы экология жағында экологияны қорғаймыз деп, осы киікке тиісуге болмайды деп жүрген азаматтарға айтарым. Киік басын реттеу деген сөз, ол біз бір жаңағыдай киіктерді жек көргендіктен қолданылып жатқан шара емес, ол қажетті шара. Амалсыз шешім. Амалсыз шешім. Сіз қорағыңызда кез келген қазақ қорадағы малының басын реттейді. Ол жек көргендіктен емес. Соғымға сояды, қажет болса
базарға апарып сатып пұл қылады деген сияқты. Бұл да сондай, бұған да осындай жағдай ретінде қарау керек. Ғылыми негізделген есеп бар. СССР кезінен бері біздің Батыс Қазақстан даласына 500 мың мен 700 мың аралығында киік сыяды. Қазір бұл енді 3-4 есе асып кетті ол саннан. Шаруа қожалықтарына зияндарын тигізіп бастады, ол әрбір киіктің өзіне де зиян. Санының шамадан тыс көбеюі, ғалымдар айтып отыр, олардың ұрпағының азып кетуіне әсер етіп отыр. Яғни әлсіз ұрпағы туылып жатыр, жаңа төлдер туылып жатыр деп. Сондықтан бұның бәрін келесі жылдары осы жіберген қателіктерімізден биыл біз қорытынды шығарып, келесі жылы дұрыс жаңағыдай жолға, дұрыс жүйеге қоюымыз керек. Енді бағыт, бастама бәрі дұрыс, тек орта жолда артық қылам деп тыртық қылатындар бәрін білдіріп отыр ғой енді. Теріс көзқарас қалыптастырып отыр. Енді жаңа шет жағасын айтып қалдық қой, заңсыз иемденілген активтер туралы заңға президент қол қойды. Енді оны да сұрамасақ болмайды. Жалпы бірнеше уақыт өтті. Қандай бір алдын ала нәтижелер, қорытындылар бар? Бұл жерде бұл бір өте үлкен шаруа. Сондықтан әрине бұны сұрауыңыз өте орынды. Өйткені қоғамды кәдімгідей толғандырып отырған мәселе. Республикалық деңгейде де қайта-қайта дүркін-дүркінімізге сұрақ қойылып жатыр. Біз әрине осы екінші сессия ашылған кезден бастап, яғни қыркүйектен бастап бұл мәселе қалай болып жатыр сұрастырып білдік. Бұл жерде арнайы бір уәкілетті орган құрылды. Оның біріншіден ол заңның күшіне ену уақыты болды, мерзімі болды. Прокуратура жанынан. Кейбір нормалар жаңағыдай заң қабылданғаннан кейін, яғни президент қол қойған 2 айдан кейін күшіне енетін болды. Одан кейін жаңа прокуратураның жанынан арнайы уәкілетті орган құрылды. Одан бөлек өз алдына бөлек бір мемлекеттік комиссия құрылды. Ол комиссияның құрамы да бекітіліп, оның ішіне жаңағыдай қоғам тарапынан да, депутаттар құрамынан да азаматтар сайланды. Ал одан бөлек мынау енді активтерді әкеліп бастаған кезде, ол енді барлығы қаражат түрінде келмейді ғой. Белгілі бір компаниялардың акциясы түрінде келеді, белгілі бір заттай түрінде келеді, ақша түрінде келеді. Ертең оның есебін кім жүргізіп отырады? Былайша айтқанда, оны әкеліп бюджетке кіргізе бересің, ал бірақ оның есебін кім жүргізеді? Ал енді бюджетте кіргізген жағдайда активтерді қалай басқарамыз? Мысалы үшін акцияларда. Сондықтан арнайы 100% мемлекеттің қатысуымен жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрылды. Яғни олар келген кезде барлығын сол бір жаңа алдыңғы әңгімемен ұштасады, әйтеуір бір орган құрылды, сол орган толығымен жауап беретін болды. Міне осының барлығы уақытты талап етіп жатыр. Есесіне биылғы жылы 2023 жылы заңның күшіне енуімен, қолданысқа енуімен, сонымен қатар жаңа айтып отқандай бір емес бірнеше мекемелердің, ұйымдардың құруымен ерекшеленеді. Дайындық сатысынан ендігі жерде іс қимылға көшетін уақытқа келді уақыт. Менің өзімнің жобалауымша келесі 2024 жылдың басынан бастап біз нақты мемлекетке қайтарылған қаражаттың, активтердің есебін біле бастайтын боламыз. Президент өзінің жарлығында нақты көрсеткендей, бұл елдің алдында ашық, өте жаңадай ақпараттың бәрі қолжетімді болу керек. Әрине. Енді кез келген тұрғын, кез келген қазақстандық елдің әлеуметтік экономикалық әлеуетін, өзінің әл-ауқатын әлгі шенеуніктер, министрлер айтқан миллиардтаған, миллиондаған цифрлармен емес, тоңазытқышында не бар, не жоқ, сонымен өлшейді ғой. Осы орайда Ерлан Бияхметұлы өткір мәселені көтердіңіз, кедейшілікпен күрес тақырыбын қозғадыңыз. Қазақстанда кедейлердің саны артып келе жатыр. Қазір ресми түрде 1.016.000 адам, ал егер халықаралық стандарттармен есептейтін болсақ, Қазақстан халқының 49% кедей. Ал енді кедей қоғамда әлеуметтік саяси проблемалар көбейе береді. Сондықтан өкімет ең негізгісі осы халықтың әл-ауқатын арттырумен айналысу керек. Ол дегеніміз не? Мысалы үшін осы қабылдаған бюджетте осы кедейлікпен күрестің кешенді бір механизмдер болу керек. Өкінішке орай біздің өкімет қазір фрагментарты түрде жұмыс істейді. Енді мынау кедейлікке қарсы гранттар бөлінген. Ол гранттардың өзі қателеспесем 24 миллиард теңге 9 мың адамға. Ал енді ресми түрде кедейлердің саны 1 миллион асып кеткен. Сондықтан бізге бірінші осы кедей санатындағы азаматтарға көмектесу үшін грант емес, микрокредит. Екінші, сол азаматтарды бизнес дағдыға оқыту. Үшінші, оларға сол бизнеспен айналысу үшін көмектесу. Кішкентай жер телімін алып беру, мысалы үшін ауылдарда. Еңбекке баулу. Екінші, қалаларда кішкентай шеберханалардың барлығын бір кішкентай арендаға беру деген сияқты механизмдерін жасау керек. Өкінішке орай қазір бұндай тетіктер жоқ. Енді біз өкіметпен бұл мәселе бойынша ары қарай жұмыс істейтін боламыз. Біз осы бюджетте
мынау бюджет дегеніміз ол халықтың ақшасы. Сол халықтың ақшасын сол халықтың өзіне қайтарып беру керек. Мәселе сонда. Міне біз осы жаңағы мәселемен вице-премьерге мәселені қойдық. Ары қарай осы проблеманы шешудің тетіктерін жасау үшін үкіметпен бірге жұмыс істейтін боламыз. Несие дегеннен шығады, осы қарызға батқандардың құқығын қорғау, оларды жан-жақты сауаттандыру бағытында парламент мәжілісінің арнайы жиыны өткізілді. Ойлаған жасап жүрген, ешкім бақыламай жүрген микроқаржы ұйымдарына тұсау болатын күн туа ма? Бұл жерде бір емес бірнеше мәселе көтерілді. Соның бірі мынау менің өзімнің ұстанымым, ол туралы ашық айтылды. Сол үкімет сағаты өткізілген болатын сол кезде. Мынау онлайн кредит деген мәселе негізі көптеген мынау қарапайым тұрғындарымыздың кәдімгідей бас ауруына айналды күні бүгін. Яғни ол азаматтарды алдау арбау жолымен бірінші, екінші ол азаматтардың жай ғана мынау ИИН дейміз, ЖСН нөмірін алу арқылы кейбір пысықай азаматтар осы онлайн кредитті рәсімдеп беріп отыр. Өзіңіз білесіз, былайғы уақытта барып банкіден кредит алу, бұл бір қиынның қиын шаруасы. Сіз қаншама тексерістен өтесіз. Ал енді әлемдегі мына практиканы ескеріп отырмыз. Онлайн кредит деген ондай көп елдерде тыйым, ондай жоқ. Бізде тым жеңілдетіп жібердік. Осы мәселені егер тыйым салатын болсақ, көптеген адал, өз күнін өз көріп жүрген азаматтарымыздың құқығын қорғаған болар едік деп есептеймін өз басым. Яғни сонымен қатар несиенің қолжетімділігінде кейбір жағдайда шектеуге тура келеді. Өйткені оның несиенің қаншалықты жауапкершілік екендігін сезінбей, кейбір азаматтарымыз оп-оңай қол жеткізу арқылы олар кредитный кабала дейді, яғни соған түсіп кетеді. Бір кредитін жауам деп, екінші кредитіне ұрынып, одан кейін үшіншісіне, төртіншісіне ұрынып, одан кейін ең бастысы жауапсыздық деген мәселе тап болды. Бәрібір кредиттен құтыла алмаймын, не болса о болсын деген сияқты. Ол адам енді кейін жұмысқа тұруға да ықылассыз болады. Осындай топтарды да анықтады. Бұл енді жасыратын жоқ, біраздан бері жүргізілген зерттеу жұмыстары, әсіресе енді бұл жерде ашығын айту керек, Аманат партиясының жұмысы өте жүйелі түрде жүргізілді. Қарсыз қоғам. Көзімізбен көрдік, қарсыз қоғам деген акциясы өтті. Соның жағдайында негізінен осы Аманат партиясының бастамасымен болған дүние бұл. Сондықтан да бұл жерде шын мәнінде де кейбір азаматтарымыз мына қоғамда көтеріп жүргендей, енді бастапқы кезде осындай бір қиын жағдайға тап болып қалған азаматтарымыз қатысы несиені кешіру қажетті шығар. Кешірумен қатар, бірақ болашақта бұндай акция қайта бола бермейтіндігін айтып, бір жолға кешірім беріп, кейін бірақ есесіне сауатын арттыру. Яғни сауатын, жауапкершілігін арттыру бағытында кәдімгі түсіндіру жұмыстары. Бұл жердегі мәселе былай, біздің халқымыз кредит не үшін алады? Кедей болғаннан кейін алады. Бізде қазір мысалы үшінгі мынау азық-түлік, нан, макарон, ет алу үшін кредит алады ауылдағы азаматтарым. Сондықтан мынау халықтың кредит мәселесін шешу үшін ең бірінші халықтың әл-ауқатын арттыру керек. Міне сол кезде халықтың біразы кредит алудан қоятын болады. Ал екінші, дұрыс айтып отыр, екінші халықтың сауатын арттыру керек. Және ең негізгісі біздің банктер әрбір клиент келген кезде осы кредитті қайтармаса, азамат қандай жауапкершілікке тартылатынын айтып отыру керек. Бізде банктер айтпайды ғой. Керісінше олар біз азаматтарға кредитті мойнына салып бергісі келіп отырады. Мәселе міне бұл дұрыс емес нәрсе. Жақсы. Құрметті спикерлер, енді сіздерге дайындаған, қойғымыз келген әлде сұрақтарымыз бар. Дегенмен бас аяғы бұл емес, алда уақытта да онлайн режимде болсын, өздеріңізбен жүздесіп, сан алуан тақырыпта сұхбат құрамыз деген ниетіміз бар. Рахмет. Ел алдындағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Арнайы келіп, уақыт тауып, сұрақтарымызға жауап бергендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Рахмет. Амандықта жүздесейік. Қадірлі телекөрермендер, осы тұстан тізгінді тартамыз. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.